Фильмнің басында бізге сонда мәдениетінде белгілі бір әлеуметтік шектеулер, ырымдар мен тыйымдар бар екені айтылады. Оларды бұзса, қорқынышты салдарға әкелуі мүмкін. Сразудан кейін бір әйел ауырсынып, біреу оны тұншықтырып жатқандай бұралып жатқанын көреміз. Кенет ол есінен танып, ауада қалқып көтеріледі. Содан кейін көрініс үзіледі де оқиға 3 күн бұрынға ауысады. Міне, біз Джокер мен оның жүкті әйелі Риканы көреміз. Олар Джакартадан 20 жылдан кейін өз ауылына қайтып келе жатыр. Жолда Джокер әйелінің денсаулығы туралы сұрайды. Рика оны тыныштандырып, олардың туылмаған баласы мүлдем сау әрі күшті екенін айтады. Олар бірден үйге бармай алдымен Септі көруге шешім қабылдайды. Өйткені Джокердің анасы қайтыс болғаннан кейін үйді күтіп баптауды Септің әжесі қарап келген. Септің үйінде олар Септі және оның әжесін кездестіреді. Джокер оларға ескі үйге сатып алушы тапқанын, сондықтан үйді тазалау үшін келгендерін түсіндіреді. Септің әжесі Рикаға байыпты ескерту жасайды. Жүкті әйел өте сақ болуы керек және жергілікті әдет-ғұрыптарды қатаң сақтауы тиіс дейді. Ол бұл ережелерді елемеу қауіпті болуы мүмкін екенін атап өтеді. Содан кейін Сеп оларды Джокердің ескі үйіне апарады. Джокер көліктен түсіп, балконға шығады. Кенет бір терезе оның назарын аударады. Сол сәтте Сеп оны шақырады да, көрініс кенеттен флешбекке ауысады. Флешбекте біз бір жас әйелдің тырнақтарын кесіп жатқанын көреміз. Бір ер адам оған жақындап, түнде тырнақ кесуге болмайтынын, бұл тыйым күнә екенін ескертеді. Ол оған сабырлы болуды, күйеуі ел үшін қызмет етіп жүрген солдаттың әйелі болғандықтан шыдамдылық танытуды ескертеді. Күйеуі өткен аптада оралуы керек еді, бірақ әлі келмеді. Сондықтан ер адам оған тағы бірнеше күн күтуді айтады. Көрініс қазіргі уақытқа қайта оралады. Джокер үйіне кіреді. Ішке енген бойда ол электр жарығы жұмыс істемейтінін және жиһаздар қалың шаң басқанын байқайды. Үйде жарық жоқ. Мұны көрген Сеп керосин әкелгенін, шам жағу үшін сақтық шарасы ретінде алғанын айтады. Керосинді берген соң Джокер одан ертең электрик әкелуді сұрайды. Сеп оған бір шоқ кілт береді де кетіп қалады. Содан кейін Джокер мен Рика үйді бірге тазалай бастайды. Тазалау кезінде Джокер бір құлыпталған бөлмені ашқысы келеді, бірақ есік ашылмайды. Сондықтан ол оның жанындағы бөлмені ашады да, сол жерде ұйықтайтын болады. Олар жатын бөлмені тазалап, әдемілеп жасайды. Ал Рика ванна бөлмесін тазалайды. Онда ол жерде көп мөлшерде шаш шашылып жатқанын көреді. Ол шашты жинап қоқысқа тастайды. Ванна бөлмесін тазалап болған соң Рика тағы да шаш шашылып жатқанын байқайды. Оны да қоқысқа тастауға барғанда бұрынғы шаш әлі сол жерде тұрғанын көреді. Кешке терезені жауып жатқанда Рика кездейсоқ тырнағын сындырып алады. Сондықтан ол тырнақ қайшымен тегістеп кесіп тастай бастайды. Сол кезде Джокер оны тоқтатып, түнде тырнақ кесуге болмайтынын, мұны адамдар өлім әкеледі деп сенетінін ескертеді. Рика оған таң қалып, журналистің өзі осындай ырымдарға қалай сенетінін сұрайды. Джокер қазір жұмыссыз екенін, бұрынғы журналист екенін мойындайды. Әйелі оны жұбатады. Түнде ұйықтап жатқанда Рика кенеттен түсініксіз дыбыстарды естіп оянып кетеді. Ол жалғыз өзі бөлмеден шығып, сыртын тексереді. Тырнақ кесу дыбысын естиді. Алға қарай жылжығанда ол флешбектегі сол қыздың суретін көреді. Рика кетуге бұрылғанда сурет кенеттен өздігінен бір жағына қисаяды. Ол тез түзетіп, бөлмеге жүгіріп кіреді. Ішке кірген соң ол көрші бөлмеден біреудің жылаған даусын естиді. Рика құлағын қабырғаға басып, мұқият тыңдайды. Кенеттен ол құлап түседі. Камера сол бөлмеге ауысады. Онда сол қыз отырып, күйеуінің қайтыс болғаны туралы хабар алған соң жылап отырғанын көреміз. Келесі күні Джокер сол құлыпталған бөлмені ашқысы келеді, бірақ Сеп берген кілттердің ешқайсысы сәйкес келмейді. Рика шыдамсызданып, бөлмені дереу тексергісі келеді. Джокер оған тыныш болуды, Сеп келгенше күтуді айтады. Рика оған түс емес, шынымен тырнақ кесу дыбысын, және қабырғаның арғы жағынан түсініксіз дыбыстарды естігенін айтады. Джокер өзі кілтті іздей бастайды да, бір шкафтан құрбандық заттарымен сол қыздың суретін табады. Рика ол кім екенін сұрайды. Джокер оның өзінің әпкесі Нандан екенін айтады.
Бірақ Рика толығырақ сұрағанда Джокер көп нәрсе есіне түспейтінін, тек үлкен бір апат болғаны есіне түсетінін мойындайды. Әйелі оған бұл туралы көп ойланбауды айтады. Сол кезде Сип үйге келеді. Джокер одан үйді сату мерзімін бір күнге алға жылжытуын сұрайды, өйткені тазалау әлі бітпеген. Сип электрикті ертіп әкелген. Рика құрбандық заттары салынған ыдысты қоқысқа тастап, Сиптен ауыл адамдары әлі де рухтарға осындай рәсімдер жасайма деп сұрайды. Сип бұл ежелгі дәстүр екенін, жаман күштерден қорғау үшін жасалатынын түсіндіреді. Рика Джокердің отбасы туралы сұрайды. Сип оның әжесі көбірек білетінін айтады, бірақ Джокердің әкесі ауылда өте құрметті адам болғанын айтады. Рика Нандан туралы сұрағанда Сип оның әйгілі традициялық әнші болғанын айтады, бірақ өткені туралы толығырақ айтудан жалтарады. Сол кезде электр желісін жөндеп береді. Джокер Сиптен сол құпия құлыпталған есікті ашатын слесарь білетінін сұрайды. Сип ертең әкелетінін уәде етеді. Содан кейін олар үйді тазалауды жалғастырады. Ас үйде Джокер Рикаға денсаулығын сақтап, демалуын айтады. Кенеттен ол сыртқа қарайды да, Риканың сол жерде тұрғанын көреді. Сонымен бірге нағыз Рика үйдің ішінде тұр. Джокер қорқыныштан қатып қалады. Артына қарағанда сырттағы Рика жоғалып кетеді. Нағыз Рика оның алаңдаушылық танытқанын байқап, тыңдап тұрғанын сұрайды. Джокер бәрін қалыпты деп айтып, әңгімені басқа жаққа бұрады. Кешке Джокер үстелде отырып, бір қорап кітап пен басқа заттарды табады. Рика кіріп келіп, шкафта тек ақ жайма бар екенін айтады. Джокер қалжыңдап, ақ жастық қаптары индонезиялық рухтың көрген түрінде оралған мәйітке ұқсайды деп айтады. Бұл Риканы аздап қорқытып қояды. Джокер оны қалжыңдап, қашаннан бері осындай нәрселерге сенетінін сұрайды. Шашын күту туралы әңгіме кезінде Рика тағы да құлыпталған бөлме туралы айтады. Ол үйдегі барлық бөлме ашылғанын, тек Джокердің әпкесінің бөлмесі ғана ашылмағанын айтады. Ол өткенде әпкесімен бірдеңе болғанын, Джокер оны жасырып жүргенін күдіктенеді. Джокер ештеңе болмағанын айтады. Содан кейін флешбекте Нандан ваннада қайшымен шашын кесіп жатқанын, анасы есікті ашуды өтінгенін көреміз. Нандан ақыры шығып, анасынан мен әдемі көрінемін бе? деп сұрап күйеуіне тосын сый дайындап жатқанын айтады. Анасы шошып, Нанданға күйеуі енді тірі емес екенін айтады. Бірақ Нандан сенбейді. Анасы оны бөлмесіне қайтаруды, әкесі көріп қалса ашуланатынын айтады. Сол кезде Нанданның әкесі келеді. Ол қызын күшпен бөлмесіне сүйреп апарып құлыптайды. Әкесі ауылда өте құрметті адам екенін, егер адамдар Нанданның есінен ауысқанын білсе, оның беделі түсіп қалатынын айтады. Көрініс қазіргі уақытқа қайта оралады. Рика жалғыз өзі төсекте ұйықтап жатыр. Күйеуін көрмеген соң алаңдап, тұрып іздей бастайды. Жерге түсіп қалған жастықты көтеріп, төсекке қояды да, есікті ашып, Джокерді іздейді. Бірақ бөлмеге қарағанда жастық төсекте жоқ екенін байқайды. Аздап үрейленіп, жастықты төсек астынан тауып алып, қайта қояды. Ақыры ұйықтап кетеді. Бірақ кенеттен мәйіттің көрген түрінде оралған денесі төсегінің қасында жатқанын көреді. Қорқыныштан шошып оянып кетеді. Ал Джокер қораптан тапқан күнделікті оқып отыр. Онда анасы әкесі қатал болғанымен, шын мәнінде Нанданды жақсы көретінін жазған. Сондай-ақ күйеуінен айырылған ауыртпалықты көтеру қиын екенін, бірақ әлі де Нанданға қамқорлық жасап жүргенін жазады. Сол кезде Рика кіріп келіп, Джокерге түс көргенін айтады. Ол бұл үйде бірдеңе дұрыс емес екенін сезетінін айтып, отбасы туралы сұрай бастайды. Джокер есіне түсіруге тырысады. 6 жасында әжесі мектептен алып кететінін, осы үйде ата-анасымен тұрғысы келгенін, бірақ олар ешқашан рұқсат етпегенін, бұл оны өте қайғыртқанын айтады. Рика оны жұбатады. Келесі күні Джокер сыртқы терезеден әпкесінің бөлмесіне үңгіп қарайды. Ішкі есіктің баяу ашылып жатқанын көреді. Кенеттен қолының жанында егеу құйрық пайда болып, оны қатты қорқытып жібереді. Ол терезеден құлап түседі, бірақ ауыр жарақаттан аман қалады. Сол кезде Сип слесарды ертіп әкеледі. Үйдің ішінде Рика шашын қысқартып, түсіп қалған шаштарды жинап жатады. Кенеттен тағы да шаш кесу дыбысын естиді. Жоғарыдан тағы шаштар түсе бастайды. Ол жоғары қарайды, бірақ ешкімді көрмейді. Бірақ біз Нанданның оның артында тұрғанын көреміз.
Күдікті Рика артына бұрылады, бірақ ешкім жоқ. Оның орнына су құбыры өздігінен қосылып кетеді. Ол тұрып, суды өшіреді. Содан кейін қолын сүртіп, айнаға қарағанда Нандан артында тұрғанын көреді. Қорқыныштан Рика тікелей Джокерге қарай жүгіреді. Бірақ Сэп пен слесарды көрген соң бәрін жасырып, тақырыпты ауыстырады. Кейінірек слесар құлыпты ашып жатқанда, Рика Джокерді бір жаққа алып кетіп, ваннада бір әйелді көргенін, бұл қиял емес екенін айтады. Ол Сэпке үйді сату ісімен айналысуды тапсырып, дереу кетуді өтінеді. Өйткені бұл жерде бірдеңе өте дұрыс емес. Джокер бас тартады. Тағы бір күн ғана үйді сатып, ақша алған соң алысқа кететінін айтады. Рика ақша Джокер үшін өзінің психикалық жағдайынан да маңыздырақ болып тұрғандай сезінеді. Ол бүгін кетуді талап етеді. Сол кезде слесар құпия бөлменің есігін ашып береді. Джокер ішке кіріп, шынжырды көреді. Бұл флешбек тудырады. Нандан осы шынжырмен байланған екен. Күйеуінен айырылған соң Нандан психикалық тұрақтылығын жоғалтқан. Екінші жағында анасы күнделікке осының бәрін жазып отыр. Бұл Джокер түнде оқыған күнделік. Анасы жазып болған соң Нанданға келіп, аяғындағы шынжырды шешіп, құшақтап, жылап жібереді. Көрініс қазіргі уақытқа оралады. Джокер бөлмені тазалай бастайды. Тазалау кезінде бір жазбаны табады. Ал Джокердің әйелі үйден түтін таяқшаларын, ладан тауып алып, слесардан сұрайды. Слесар ауыл адамдары бұл заттарды тынышсыз рухты тыныштандыру үшін қолданады. Егер рух риза болмаса, үлкен қиындық тудыруы мүмкін екенін түсіндіреді. Күдікті Рика Сэптен Джокердің отбасы және Нандан туралы шындықты сұрайды. Сэп бәрін жоққа шығарып қорқып тұрғанын байқатады. Ақыры Сэп шындықты айтуға келіседі. Көрініс тағы бір флешбекке ауысады. Нанданның анасы оны биік ағашқа өрмелеп бара жатқанын көреді. Ол төмен түсуді өтінеді, өткендегі қылығы үшін кешірім сұрайды. Бірақ Нандан тыңдамайды. Мойнына арқан байлап, ағаштан секіріп түсіп, бірден өледі. Осы әңгіме кезінде Сэп кенеттен Джокерді көріп қалып, үйден тез кетуге асығады. Кофесінде ішіп болмайды. Содан кейін Рика өте оғаш мінез көрсете бастайды. Джокер таң қалып, не болғанын сұрайды. Рика тікелей сұрайды. Ол шынымен отбасы туралы ештеңе есіне түспей ме, әлде шындықты жасырып жүрген бе? Содан кейін ол соққы беретін шындықты ашады. Джокердің әпкесі Нандан осы үйдің ішінде өзін-өзі өлтірген. Джокер әлі де ештеңе есіне түспейтінін айтады. Бірақ Рика оны қатты қысады да, үйден дереу кетуді талап етеді. Джокерде ешқайда баратын жері жоқ, ақша да қалмағанын айтады. Оның ойынша үйді сату қаржылық мәселелерден құтылудың жалғыз жолы. Рика ата-анасынан ақша қарыз алуға ұсыныс жасайды. Джокер бас тартады. Бұл оның өзін-өзі құрметтеуіне нұқсан келтіреді деп санайды. Рика ашуланып, Джокер тек өзінің эгосын ойлайды, өзімен туылмаған баласын ойламайды дейді. Джокер олардың болашағы үшін осы лаңкесті үйде қалып отырғанын, өз міндетін орындауға тырысып жатқанын айтады. Кешке Джокер балконда жалғыз отырып жылайды. Ішке кіруге тұрғанда радио өздігінен қосылып кетеді. Ол радионы алады, бірақ өз атының айтылғанын естігенде жерге лақтырып тастайды. Радио сынғанмен әлі де ойнай береді. Кенеттен Нандан артынан пайда болып, келесі сәтте жоғалып кетеді. Кенеттен бір рух жоғарыдан секіріп түсіп, оны тұншықтыра бастайды. Бірнеше уақыттан кейін Рика келіп, бәрі тынышталады. Джокер оны қатты құшақтап, ертең таңертең бірінші кезекте үйден кететінін айтады. Көрініс флешбекке ауысады. Нанданның анасы қызының өліміне өзін кінәлайды. Әкесі оның кінәсі емес екенін айтып, осы үйден кетіп, жаңа тыныш өмір бастауды ұсынады. Кейінірек душ қабылдап жатқан әкесі сабынды түсіріп алады. Кенеттен Нанданның даусын естиді. Қорқыныштан қатып қалады. Содан кейін Нандан алдынан пайда болады. Үрейленген әкесі сабынға тайып, басын соғып, сол жерде өледі. Оқиға қазіргі уақытқа оралады. Джокер Нанданның рухын тыныштандыру туралы кітап оқып отыр. Онда кофе, түтін таяқшасы, кокос қабығы, қуыршақ және үйлену көйлегі қажет екені, түтін таяқшасын күн шыққанға дейін жағып, арнайы дұға оқу керектігі жазылған. Джокер әпкесінің бөлмесіне кіреді. Шкаф өздігінен ашылып кетеді. Алға қарай басқан кезде ол кокос қабығын теуіп жібереді.
Оны көтеріп алған сәтте сырттан дауыс шақырады. Шамды алып, дауыстың соңынан жүреді. Сол кезде Рика оянып күйеуін жанында таппаған соң үрейленеді. Бөлмеден шықпақ болғанда есік бетіне тарс жабылып қалады. Сонымен бірге балкондағы ағаштан ілінген әткеншек өздігінен тербеле бастайды. Нанданның рухы үйге кіреді. Рика есікті ашқысы келіп, Джокерді шақырады. Оның даусын естіген Джокер үйге қарай жүгіреді, бірақ есік өздігінен жабылып қалады. Ол артқы жағынан жүгіріп бара жатқанда құлап, өткір таяқ тізесін тесіп өтеді. Ал Рика әлі де есікті ашқысы келіп жатады. Кенеттен Нанданның рухы оның артынан пайда болады. Екінші жағында Джокер таяқты тізесінен суырып алады. Терезенің шынысын сындырып, бөлмеге кіріп, Риканы тыныштандыруға тырысады. Ол анасының жазбасын тапқанын, енді Нанданның рухын тыныштандыру үшін тізімдегі заттарды жинап, рәсім жасау керек екенін айтады. Олар заттарды біртіндеп жинай бастайды. Кофе, кокос қабығы, барабан. Бірақ бір маңызды зат үйлену көйлегі жетіспейді. Флешбекте Нанданның анасы да барлық заттарды жинағанын, бірақ үйлену көйлегін табалмағанын көреміз. Іздеп жүргенде Нанданның даусын естиді. Рух анасын шақырып, ауырсынып жылайды да үйлену көйлегін талап етеді. Анасы мүлдем басып қалған күйде кешірім сұрайды. Көрініс қазіргі уақытқа оралады. Үйлену көйлегі еш жерден табылмайды. Джокер мен Рика рәсім бұрын аяқталмағанын, сондықтан қазір өте қауіпті әрі болжауға келмейтін болып тұрғанын түсінеді. Кенеттен Рика оғаш мінез көрсете бастайды. Джокер оны тыныштандыруға тырысады, бірақ ол үрейленіп айқайлай бастайды. Джокер көрінбейтін Нанданға отбасына жақындамауды ескертеді. Кенеттен Рика оның қолын тырнап жібереді. Көрініс тағы флешбекке ауысады. Кішкентай Джокер тұрақсыз әпкесінің бөлмесіне үңгіп қарайды. Кенеттен Нандан шабуыл жасап, оның қолын тырнап жібереді. Джокер әкесін шақырады. Әкесі жүгіріп кіріп, Нанданды бөлмесіне сүйреп апарып, аяғын шынжырлайды. Нандан өзі есінен ауысқан жоқ екенін айтып, босатуын өтінеді. Қазіргі уақытта Рика дәл солай мінез көрсетеді. Джокер оны тыныштандыра алмай, қоймаға бірдеңе іздеуге барады, бірақ тұзаққа түсіп қалады. Сол кезде Нанданның рухы Риканы тұншықтыра бастайды. Дәл фильмнің басындағыдай. Рика есінен танып, рух оны ауаға көтереді. Сол уақытта Джокер жетіспей тұрған үйлену көйлегін салған қорапты табады. Бірақ кенеттен Рика балтамен оған шабуыл жасайды. Джокер қорғануға тырысады. Ол мүмкіндікті пайдаланып тұрғанда, Рика артынан құшақтап, тұншықтыра бастайды. Ақыры Джокер жандағы шыны бөтелкені алып, оны ұрып, есінен тандырады. Тез арада үйлену көйлегін алып, рәсімді аяқтауға барады. Рәсімді бастаған кезде Рика қайта келеді, бірақ Джокер есікті ішінен құлыптап қойғандықтан кіре алмайды. Сонда да сырттан рәсімді бұзуға тырысады. Кенеттен бәрі тынышталады. Сырттан Риканың жылаған даусын естіген Джокер есікті ашып, оны құшақтайды. Бірақ келесі сәтте ол Риканың әлі де Нанданның бақылауында екенін түсінеді. Ол баяу шегініп, бірақ кенеттен үстел артынан зор күшпен соғылады. Содан кейін Рика үстелдің аяғын алып, Джокерге лап қояды. Джокер оны ұстап тұрып, тағы да дұғаны оқи бастайды. Ұзақ және ауыр күрестің соңында Нанданның рухы ақыры Риканың денесінен шығып кетеді. Көрініс үзіледі де, келесі күн келеді. Сатып алушы үйді сатып алу үшін келеді. Джокер барлық құжаттарды тапсырып, онымен қоштасады. Сеп Джокермен бірге көлікке отырып, жүріп кетеді. Көлікте Джокер анасының күнделігінің қалған беттерін оқи береді. Анасы кешірім сұрап, олармен көп уақыт өткізе алмаған үшін өкінетінін жазады. Ол отбасына қараңғы қарғыс түскенін, бәрі күйеу баласы қайтыс болғаннан және әпкесі өлі туған бала туғаннан кейін басталғанын ашады. Флешбекте Нандан шынжырланған кезде шын мәнінде жүкті болғаны көрсетіледі. Анасы одан әрі барлық осы трагедиялар ата-бабаларының ежелгі тиімді бұзуынан туындағанын жазады. Осының салдарынан отбасы осындай қорқынышты тағдырға ұшыраған. Сол кезде Сеп Джокерге олардың баратын жеріне жеткенін айтады. Осымен оқиға аяқталады.